Сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай дәмді, жұмсақ болып келетін панкейк рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Жасалу жолы өте оңай, өте дәмді болып шығады. Ең алдымен жылы сүтімізді ыдысқа құйып, татымына қарай тұз саламыз және қант саламыз. Құрамына керекті заттарды төменге описанияға жазып қалдырамын. Және де бір жұмыртқаны салып, жақсылап венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Ванильді қант саламыз. Ванильді қант болмаса, салмай қойсаңыздар да болады. Сұйық май құямыз. Және ұнды бірнеше бөліктерге бөліп отырып, араластырып, біркелкі масса болғанға шейін дайындаймыз. Жақсылап араластырып алдық. Енді қопсытқышты қосатын боламыз. Қопсытқыш болмаса, ас содасын азғандай мөлшерде қоссаңыздар болады. Алдын ала тапамызды қыздырып аламыз. Орташа отта 2 беті қызарғанша пісіріп аламыз. Сонымен қатар менің каналымның алға қарай жылжуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, осы видеоны достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Және сонымен қатар менің каналымда басқа да рецептің түрлері өте көп. Алдыңғы уақытта мен сіздермен жақсы видеолармен, видео рецепттермен бөлісетін боламын. Панкейкке пісіретін ыдыстарыңыз осындай асты жабыспайтын жақсы ыдыс болу керек. Осылайынан барлығын пісіріп аламыз. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.